Так, саламатсыздар ма оқушылар? Так, бүгін бізде теңдеулер. Слайд-шоуға қойайық, істеу үшін теңдеулер. Ал енді бірінші есепте мәтін есептер, тек қана мәтін есептер шығарамыз. Енді мәтін есептердің ішінде геометриялық есептердің формуласын бірінші жазылайық. Так, бірінші А есебіне байланысты. Егер тікбұрышты тең бөлулі үшбұрыштың гипотенузасы 3/2 см болса, оның қабырғалары неге тең? Онда былай жасаймыз. Тікбұрыш сызамыз, қандайда бір. И мына жерде бізде катеттері бар бұның, және оның гипотенузасы бізде 3/2 тең. Мен бұл жерде сразу заңдылыққа сүйенем, мынаны 3, мынаны 3 деп жазамын, екі қабырғасы бірдей болады. Неге? Өйткені бізде Пифагор теоремасы бойынша ол бізде А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Бізде неге ол 3/2 болды? Себебі кез келген тікбұрышты үшбұрыштың бізде екі қабырғасы болса, бірдей болса, мысалы А болса, гипотенуза міндетті түрде ол А/2 болады. Осы нәрсені еске сақтаймыз, және мына екеуін қоссақ квадраттап 18 болады. И 18 түбірастынан 3/2 болып шығады. Сонда бізде мынаның жауабы 3 болады деп сразу жазуға болады. Бұл әрі Пифагормен, әрі тікбұрыштың қасиетімен шығады екен. Жақсы, келесі Б есебіне тоқталайық. Б есебінде бір қабырғасы екіншісінен 3 метрге кем тіктөрт бұрыштың ауданын тап деген. Енді біз тіктөрт бұрыш сызайық. Тіктөрт бұрыш сызамыз, және бұның ауданы 180 метр квадрат. Сәйкесінше бір қабырғасы екіншісінен 3 метрге кем. Яғни бір ұзындығы x болса, ені x минус 3. Онда екеуін көбейтсек, ауданы шығады. Бізде тіктөрт бұрыштың формуласы бойынша ұзындығын еніне көбейтсек, ауданы шығады екен. Мынау ауданның формуласы. S тең А көбейту Б. Тогда біз x көбейтілген x минус 3 тең болады 180 дейміз. Ашаны ашып берсек, x квадрат минус 3x тең 180. Дальше x квадрат минус 3x минус 180 тең болады 0-ге. Дискриминант тең болады 729-ға. x1, x2 тең болады екен 3 плюс минус 27 бөлінген 2. Екі түрлі жауап шығады бұл жерден. Біреуі плюспен, біреуі минуспен. Біреуі плюспен шықса 15, минуспен шықса минус 12. Біз минусты қабылдамаймыз, себебі ұзындық постоянно 0-ден үлкен болу керек. Сонда бізде 15 деген жауапты қабылдаймыз. Келесі, то есть нерде С есебі қалып кетті. Біз А-ны, Б-ны шығардық, С есебін өзіміз шығарып көреміз. Тура осындай. Және Д-ны, Е-ні өзіміз шығарамыз да, ал F-ті мен қазір көрсете салайын. Сонда тіктөрт бұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 4 см артық, ал ауданы 60. Тіктөрт бұрыштың қабырғаларын тап. Яғни бізде тіктөрт бұрыш берілген. Ауданы, яғни S тең 60 см квадрат. Ал бір қабырғасы екіншісінен 4-ке артық, яғни ені қысқа x болса, ұзындығы 4-ке артық сәйкесінше. Ал онда осы екеуін көбейтсек, ауданы шығады. Жаңағы формула бойынша А көбейту Б, S тең А көбейту бұл аудандікі. Тіктөрт бұрыштың ауданы формуласы. Енді x көбейтілген x плюс 4, ол тең болады 60-ға. x квадрат плюс 4x минус 60 тең 0-ге. Дискриминанттан 256 шығады екен. Енді x бірінші, екіншіні табатын болсақ, минус 4 плюс минус 16 бөлінген 2. Екі түрлі жауап шығады бұл жерден де. Біреуі минус 10, біреуі 12, 6. Бізге бұл жерде не сұрап жатыр? Теріс санды қабылдамаймыз, тек қана оң санды қабылдаймыз. Сұрап жатқаны тіктөрт бұрыштың қабырғалары. Яғни мынау 6 болса, ені, онда ұзындығы 4-ке артық, онда ол 10 болады. X оны 6 қоямыз яғни. Міне, жауабы 6 және 10. Жаңа есептердің жауаптарын жазып кетейік айтпақшы.
мына жерде оның кіші қабырғасын сұрап отыр ғой бізде, бізде 15 ол ұзындығы болды ғой, x қой бізде 15 деген. Онда ені қанша болады бізде? Ені 12 болады да, сонда 12 болады. Сонда біздің мына жерге 12 деп жазып кетеді екенбіз. Кіші қабырғасын сұрап отқандықтан. Жақсы. Келесі. Так. Так, өзендегі қозғалысқа байланысты есептер. Енді бұл жерде мынандай бір түсініктеме берейік. Ең әуелі мынандай бір түсініктеме берейік. Мынау өзен болсын. Бұл өзеннің өзінің ағысы бар деп елестетейік. Өзен ағып жатыр. Оның ағысын ВА дейміз. ВА тең болады бұл ағыс жылдамдығына. Бұл ағыс жылдамдығы деп аталады. Ал енді осының бетінде қайық жүзетін болса, если ол қайықтың өзінің жылдамдығы бар, онда оны біз В меншікті жылдамдық дейміз да, оны меншікті жылдамдығы деп жазып қоямыз. Ал енді бұл қара, мынау қайық пен өзен бір бағытта ағып жатыр. Онда олар ағыспен бірге жүріп жатыр. Оны ағыс бойымен деп аталады, немесе өзен ағысымен деп аталады. Сонда В ағыс бойымен, яғни ағыспен жүретін болса, В меншіктікке қосамыз В ағыстың жылдамдығын. Ал енді мынау бізде қандай да бір формула шығады осындай. Ал енді ол өзен осылай аға берсін, бірақ бізде қайық осыған қарама-қарсы бағытта жүрсін делік. Қарама-қарсы бағытта жүрсін делік. Ал онда бізде В ағысқа қарсы деген жылдамдық пайда болады. В ағысқа қарсы жүзетін жылдамдықтың өлшемі пайда болады. Ол кезде В меншікті напротив жүріп жатыр. В ағысқа, өзеннің ағысына қарсы жүреді қайықтың жылдамдығы. Сонда бұл жерде біз айтамыз, В меншіктіден азайтамыз В ағысты. Міне бұл екінші формуласы пайда болды. Негізі осының 4 формуласы бар. Біз осы 4 формуласын мен жазып өтейін онда. В меншікті, то есть В меншікті тең болады В ағыспен қосылған В ағысқа қарсы жақшаға аламыз и бөлеміз 2-ке. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші формуласы мынау. В ағыс жылдамдығы. В ағыспеннен азайтамыз В ағысқа қарсы жылдамдықты бөлеміз 2-ге. И все. Енді тағы айтып өтетін жайт, мына нәрсе бар. Егер көл болса, мысалға, көлде қайық жүрсе, көлдің жылдамдығы, В ағыс жылдамдығы 0-ге тең бұл жерде. Ал мынерде тек қана В меншікті жылдамдық қана рөл ойнайды бұл жерде. Ал егер мысалға сал болса, өзенде ағатын сал деген, оның ескегі де моторда жоқ, просто так бөренеден істелген қайық. Ескегі жоқ. Бұл өзеннің ағысымен аға береді. Яғни бұл жерде салдың жылдамдығы тең болады ағыстың жылдамдығына деп қарастырсақ та болады. Міне осы формуланы жазып алғаннан кейін енді біз мына есепке өтеміз қазір. Так, қай жерге келдік? Енді былай істейміз бұл жерде. Бізге берілген мәліметтер жазып шығайық. Теплоход өзен ағысына қарсы 4 км деген, онда біз S ағысқа қарсы өзен ағысын бойымен S ағыспен жүзіп өткеннен кейін барлық жолға Т кеткен 1 сағат. Өзен ағысының жылдамдығын сұрап жатыр. Өзен ағыс жылдамдығы бар екен, ол 6,5 деген В ағыс. Болса тынық судағы, жаңа айтты, тынық суда тек қана В меншікті қана рөл ойнайды, басқасы рөл ойнамайды. Өйткені басқа тынық суда жылдамдығы жоқ қой. Ал енді S ағыспен ол тең болады В ағыспен көбейту Т ағыспен. S ағысқа қарсы тең болады В ағысқа қарсы көбейтілген Т ағысқа қарсы. Неге десек, бізде мынандай формула бар ғой, S тең В көбейту Т деген. Просто жанына ағыспен ағысқа қарсы деп қосып жаза береміз. Ал енді S ағыспен болса, мысалға, бұл жерде В ағыспен жаңа біз өлшемін жазып формуласын. В меншікті қосылған не еді?
В ағыс еді. Көбейтілген Т ағыспен. Дұрыс па? Ал енді S ағысқа қарсы тең болады. В меншікті азайтамыз. В ағысты көбейтеміз Т ағысқа қарсыға. Міне. Ал енді дальше. Орнына қойып шығамыз. Орнына қойып шықсақ, S ағыспен 33 тең болады. Бізде В меншікті жоқ қой, іздеңіз деген, белгісіз X неизвестный. Онда неизвестный X жазамыз. И В ағышламның орнына біз 6,5 жазамыз. Онда 6,5. И көбейтілген Т ағыспен жоқ қой. Т ағыспен дей саламыз. И дальше S ағысқа қарсы бізде 4-ке тең. 4 тең. В меншікті бізде X неизвестный. И минус В ағыстың орнына 6,5 жазамыз. И Т ағысқа қарсы. Бізде ол жоқ. Енді осы жерде бірақ бізге айтқан уақыттар, общий уақыттары деген, яғни ол өзен ағысымен жүрген, и оған напротив жүрген общий уақыт Т тең 1 сағат. Т ағысқа қарсы, Т ағыс, то есть ағыспен және ағысқа қарсы бұларды қосқан кезде 1 сағат болады. Значит, біз мына екеуінен Т-ны тауып алайық. Т ағыспен тең болады 33 бөлінген X плюс 6,5 және Т ағысқа қарсы 4 бөлінген X минус 6,5. Екеуін Т ағыспен мен Т ағысқа қарсыны қоссақ, бірге тең ғой. Тогда олардың мәндерін қосатын болсақ, ол да бірге тең болу керек. Онда 33 бөлінген X плюс 6,5 қосылған 4 бөлінген X минус 6,5 тең болады 1-ге. Бірдің асын бір-бірді ортақ бөлім береміз. X минус 6,5-нан X плюс 6,5-нан X квадрат минус 6,5-ның квадраты ауысып кеткен бізде бұл. А плюс Б, А минус Б деген қысқаша көбейту формуласы. 33-ке көбейтсек, 33 минус 214 214-те 5, 214-те 5 және плюс 4x және 26. И мінерде x қалып кетті. Енді тең мынау x квадрат минус 42-де 25. Дальше x квадрат минус 37x. И так, бұл жерде не болады бізде? 214 азайтылған 26, 146 25 шығады деген жерде есептесек. Плюс 146-дан 25 тең 0. Дальше дискриминанттан бізден 784 шығады. Ол ненің квадраты? Так, ол 28-ің квадраты. Жақсы, енді бізде міне жауабы уже шығып тұр. Онда x-ті табайық. X-ті табу үшін екі түрлі жауап шығады бізде. x1, x2. 37 плюс минус 28 бөлінген аның мәні 1-ге тең ғой. Оны тогда неде 2 бөлім тек қана. Сонда 55, 65 бөлу 2 болады біреуі, 65 бөлу 2. Біреуі азайтса қанша болады? 37, так, 9 болады, 9 бөлінген 2. 65 2-ке бөлсек, 32-де 5. Біз қазір 9 2-ке бөлсек 4,5. Ал енді осы жауаптардың ішінде қайсысы біздің жауапқа сәйкес келеді? Қара, өзен ағысының жылдамдығы 6,5 болса, бізде точно ол катердің жылдамдығы, яғни қайықтың жылдамдығы одан көп болу керек. Сондықтан бізде мына жауап қабылданбайды. Үнемі неге жазып қояйық? В меншікті артық болады В ағыстан деген қағида бар. Онда бізде 32-де 5 бұл меншікті жылдамдығы жауап. Сонда В меншікті тең болады екен 32-де 5-ке. Міне ответ.
Жақсы, келесі. Енді нерге с есебіне қарайық. С есебі меншікті жылдамдығы 20 км/сағат дейді. В меншікті 20 км бөлінген сағат дейді. И глиссер өзен ағысы бойымен 60 км жүреді. Қара, S ағыспен 60 км. Неге мен S деп алдым? Өйткені ол километр болып тұр өлшем бірлігі. Сондықтан біз оны S деп аламыз. Ал енді глиссер барлық жолға 6,25 сағат жұмсады. Онда ол Т общий ғой, 6-да 25 жұмсаған. Т общий деген сөз бұл Т ағыспен плюс Т ағысқа қарсы деген білдіреді негізі. Ал өзен ағысының жылдамдығын тап. Яғни бізде В ағысты тап деп атыр, ол неизвестный деп атыр. Так, бізде В меншікті бар. VS ағыспен бар. В меншікті бар. Так, В ағыс жылдамдығын табу керек. Так. Ағыспен ағысқа қарсы жүзген жолы бар. S ағыспен жүрген кездегісі бар. Енді жылдамдығын табу керек. Давайте онда біз теңдеу құрып көрейік былайынан. S ағыспен деген V ағыспен көбейту Т ағыспен ғой. Енді біздегі мәселе ол мынау болып тұр. В ағыспен бізде жоқ қой, S ағыспен бар. Онда В ағыс біз неизвестно, онда В ағыспеннің формуласын ашылайық. S ағыспен тең болады В меншікті қосылған В ағыспен и көбейтілген Т ағыспен жылдамдық. Енді В меншіктінің орнына 20-ны қоямыз, S ағыспеннің орнына 60-ты қоямыз. 60 тең болады 20 плюс плюс бізде не болады? Плюс бізде мына жерде еще X болады, көбейтілген Т ағыспен болады. Біз Т ағыспен таба аламыз бұл жерден. Мына арқылы өрнектесек. В меншікті В ағыспен X бұл ағыспен барып, ағыспен қайтқан жолы бізге айтылмаған еді. Жүзіп кері қайтты деген екен. Онда S ағысқа қарсы да бар ғой, значит бізде. S ағысқа қарсы да бар, ол бізде 60 км. Вот, ол тура осылай, значит, онда S ағысқа қарсы деп атқанымыз V ағысқа қарсыға көбейтеміз Т ағысқа қарсыны. Тогда S ағысқа қарсы тең мынау формула келіп тұр ғой бізде. В меншікті азайтылған В ағысы көбейтілген Т ағысқа қарсы. Вот, енді мына жаға жазамыз. S ағысқа қарсы бізде қаншаға тең? 60-ға тең. Тең В меншікті бізде неге тең? 20-ға тең минус. В ағысы неге тең? X-ға тең, көбейтеміз Т ағысқа қарсы. Бізде барлық жол бар, міне барлық жол бар. Онда біз мына екеуінің жүйе шығарамыз, екеуін қоссақ қазір, екеуін қоссақ бізде шығу керек 625 шығу керек. Оны Т ағыспен табайық ол үшін қосу үшін. Т ағыспен бізде тең болады 60 бөлінген 20 плюс X, ал Т ағысқа қарсы ол тең болады 60 бөлінген 20 минус X. Бұл мына жерден қазір екеуін қосамыз да тең бірге деп аламыз дағыны теңдеу құрастырамыз. Онда мына жерде біз мына жерде өше тұрайық. Сөйтектен теңдеуін құрып аламыз дағыны арғай дәлше шығарып кетеміз. Не жетеді бізге теңдеуін табуға да, жауабын табуға жетіп қалады екен. И все, кеттік, осымен жазып кетейік. Енді бұл жерде міне ағыспен және ағыс ағысына қоссам 1 шығады дедім ғой.
60 бөлінген 20 плюс x қосылған 60 бөлінген 20 минус x тең болады 1-ге. Ортақ бөлім тура жаңағыдай. 20 минус x-тан 20 плюс x-тан және мынаған екеуінен де астында бір бар ғой өйткені 20 квадрат минус x квадрат формула бойынша жасалып, мынау 1200 минус 60x и плюс 1200 плюс 60x тең 400 минус x квадрат шығады. Мынаның бәрін яққа түсетін болсақ, мына екеуі жойылып кетеді тағына. Так, x квадрат шығады плюс 2400 2400 и тең болады 400-ге. Так. Дальше бізде бұл жерде бізде 1 емес қой, бізде 6-та 25 қой жерде. Онда мына жерде 6-та 25-ке көбейтеміз мынаны. 6-та 25 екен. 6-та 25-ке көбейтеміз. Сонда не болады? 400 6-та 25-ке көбейтсек, мына жерде 240 2400, анау 0,25 4-тен 1 2500 болады. Не жерде? 2500. Ага. И дальше мынау минус 6,25 пен яққа плюс 6,25 өтеді мынаның алдына. И все. Енді мынау 6,25 x квадрат тең 100 шықты ғой. 100-ді 6,25-ке бөліп көрейік. Не шығады екен? 100 бөлінген 6,25. 16 шығады екен. Онда x квадрат тең 16, x тең плюс минус 4 шығады түбірден 16. Онда бізге оның теріс жауабы керек емес қой, бізге оң жауабы керек. Тек қана сонда біз x тең плюс 4 деп қана қабылдаймыз. Так, біздің x деп алғанымыз не еді? Бастапқыда өзен ағысы жылдамдығы еді. Онда v ағыс тең болады 4 километр бөлінген сағат. И все. Қалғандары тура осылай шығады. Астында есептер де осылай шығады. Тек қана формула білсек болды екен бұл жерде. Басқа ештеңе керек емес. Енді келесі есептерді көрейік. Бұл жерде енді қала арасына байланысты есептер берген екен. Қала арасына жоқ, тура сол есептер берген ғой 8-ші. Осыны шығарайық. Так, екі кемежай арасындағы өзен жолының ұзындығы 24 километр жазып қойық. Мынау А кемежайы, мынау Б кемежайы болса, осының арасы 24 километр жазып қойық. Өзен ағысымен төмен қарай жүзген кезде катер осы жолды қайтар жолға қарағанда 30 минут тез жүріп өтті. Бірінші өзен ағысына қарсы жүзген екен. Мысалы, мына өзен ағып жатса, А пунктінен Б пунктіне өзен ағып жатса, ол егерде Т мысалға ағысқа қарсы жүзсе, ол X сағат жүзгенде, ал Т ағыспен, бұл ағысқа қарсы жүзген, енді ол ағыспен жүрген болса, Т ағыспен жүрген болса, онда ол X минус 30 минут. 30 минут деген жарты сағат, ол 0,15 сағат. Енді өзен ағысының жылдамдығы бар бізде. Онда не жазып қойық? В өзен ағысының жылдамдығы 2 километр бөлінген сағат. Т ағысқа қарсы X болды. Т ағыспен X минус 0,5 сағат. 30 минут қой, минут. Оны 0,5 сағат деп аласақ сразу. Так, дальше катердің меншікті жылдамдығын тап дейді. Еще бізде S бар ғой. S ағыспен тең S ағысқа қарсы, ол тең 24. Енді бізге катер меншікті, яғни V меншіктіні тап деп жатыр. Вот, енді не істейміз ары қарай? Sonra жаңағы формуланы қолданып жүрейік осы жерге. S ағыспен тең болады V ағыспен көбейту Т ағыспен. Дұрыс па? S ағысқа қарсы тең болады V ағысқа қарсы көбейту Т ағысқа қарсы. И дальше. S ағыспен деген бізде 24 қой. 24 тең болады. V ағыспен деген ашып алайық.
ол v меншікті қосылған v ағыс қой, көбейтілген t ағыспен деген бізде x, дұрыс па? Так, давайте t ағыспен жаза берейік. T ағыспен жазайық. T ағыспен x демей қояйық. Енді мына 24 тең болады v меншікті азайту v ағыс көбейту t ағысқа қарсы. Дальше мына жаға жазайық. T ағыспен де табайын. T ағыспен тең болады 24 бөлінген v меншікті қосылған v ағыс. И дальше t ағысқа қарсы 24 бөлінген v меншікті азайту v ағыс. И ол тең болады 24 бөлінген, бізде v меншікті жоқ, оны x деп белгілесек, v ағыс бар ғой, орнына 2-ні қоямыз. Неде тұрса 24 бөлінген x минус 2. Когда екеуін бір-біріне азайтсақ, азынан көбін азайтсақ, онда ол 0,5 шығу керек. Өйткені сағаттар қара, айырмасы 0,5 шығу керек қой. Бір-біріне 30 минутқа разница береді ғой. Ал енді сонда біз айтамыз 24 бөлінген x минус 2 көп сан бұл бізде. И осыдан азайтамыз 24 бөлінген x плюс 2-ні тең болады 0,5. Мынаған біз 2-ден 1 дейсі сақтап болады, 0,5 сақтап болады. Біз радио x квадрат минус 4 болады нерде. Ал мына жерде x минус 2, мынаған x плюс 2. Тогда бізде 24x плюс 48 минус 24x плюс 48. Мына екеуі кетіп қалады деген тең 0,5x квадрат минус 2. Дальше 0,5x квадрат минус 2. Мына жаққа келсе, минус 96 болып кете ме? Минус 96 болып кетеді деген, тең 0. Так, 98. 0,5-тен 2-ден 1 ғой, 2-ден 1 x квадрат тең 98 болады. Ал x квадрат тең аударылып түседі, ол 196 болады. 196 x тең плюс минус 14, бірақ біз тек қана плюс 14-ін қабылдаймыз түбірден шығарған кезде. Өйткені бізде плюс сан, оны менш жылдамдығы x тең 14-ке тең екен. Біз x деп сағатты алған жоқпыз бұл жерде. Біз x деп просто нені алдық? V меншіктін алдық, міне олар. Осыны. И все, осымен бітті. Так, тағы бар ма? Бар екен, тағы ана жақта. Тура осындай есептермен арғая шығарамызда. Қазір мен тағы да қайсысын шығарсақ болады. Тағы келесі беттен шығарайық, сосын аяқтайтын қойға. Так, баржа сағат 9-да A пунктінен 60 км жоғары орналасқан Б пунктіне жолға шықты. Так, Б пунктінен 2 сағат аялдап, кері шыққан баржа сол күні А пунктіне 19 сағат 20 минутта жетті. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат болса, Адан Б пунктіне баржа қанша уақытта жүзіп келген? Тура осы екен ғой бұл да. Тогда көрейік осыны ташығады. Так, сағат 9:00-де баржа сағат 9-да А пунктінен 60 км жоғары орналасқан Б пунктіне жолға шықты. А пунктінен деп шатыстыру үшін берген екен. А пунктінен жолға шықты. Ол осылай Б пунктіне дейін бару үшін. Яғни бұның арасы 60 километр екен. С. Енді Б пунктінде 2 сағат аялдады ол. Неде 2 сағат уақыт жоғалтты да. И дальше кері шыққан баржа, енді обратно шықты ол. Обратно шыққан баржа А пунктіне 19 сағат 20 минут жүзіп, 19 жетті. 19 сағат 20 минут кеткенде шығам деді. 19 сағат ошымның А пунктіне келіп түскен кезде ол 19-дан 20 кеткен. 20 минут жүзіп жетті.
А пунктіне общий екен ғой 19 сағат 20 минут. Енді өзен ағысының жылдамдығы 3 км болса, яғни В ағыс 3 км бөлінген сағат болса, Адан Б пунктіне баржа қанша уақытта келген? Адан Б пунктіне баржа қанша уақытта келген? Б пунктіне. Так. 2 сағат аялдағаны бар оның, сонда 17 сағат 20 минут кеткен барлық жолға. Так, бетейік та онда. Т аялдау 2 сағат. Т барлығы 19 сағат 20 минут. Так, дальше не бар басқа? Адам Б-ға дейінгі арақашықтық S ағыспен де ағысқа қарсы да соған тең, 60-ға тең. И дальше. В бізде В меншікте жоқ па? Қанша уақытта жүзіп келген табыңыз келген ғой? Қанша уақытта жүзіп келген? Адам Б-ға дейін қанша уақытта барған табыңыз? Ол ағыспен барғанда ағысын тап деп отыр. Онда Т ағыспен де тап деп отыр. 2 сағат аялдаса, онда ол жерде 17 сағат 20 минут жүрген ғой. 17 сағат 20 минут жүрген. Сонда S ағыспен тең болады В ағыспен көбейту Т ағыспен. Так. S ағыспен бізде бар 60, В ағыспен бізде бар В меншікті қосылған В ағыс. Т ағыспен бізде жоқ. S ағыспен. Сағат аялдап, кері шыққан соңғы 69-да шыққан. Сағат 20 минутта жүрген. Бұл жерде неге ағысқа қарсыны бермеген? Хотя бы 1 сағат. Так. S ағыспен деген бізде 60, 60. Анау В меншікті бізде жазылмаған. Ең болмағанда В меншікті де берілмеген бізде. Ол да X. Так. S ағысқа қарсы тең болады В меншікті азайту В ағыс көбейтілген Т ағысқа қарсы. Жақсы, осылай бір шығып көрейік. Сонда не болады екен? S ағыспен бөлінген В меншікті қосу В ағыс, ол Т ағыспен, біреуін тауып алдық. Енді Т ағысқа қарсы тең болады S ағыспен бөлінген В меншікті қосу В ағыс. Бұл бізде ағысқа қарсы болған кезде неде азайтылады, то есть азайту болады неде. Жақсы, енді осы екеуінің орнына қойық. Сонда не болады? S ағыспен деген бізде 60 бөлімінде В меншікті бізде жоқ қой. Онда ол X қосылған 3 и қосылған, так, общий сағат шығады берде. Қосылған, мынау не болады бізде? 60 бөлінген X минус 3 тең. Общий сағат бізде, по-моему, берде же былай айтқанда 9-да шығып кеткенде, 19-да 20 кеткенде ол келген ғой базаға. Сонда ол жерде 10 сағат 20 минут уақыт кетеді да оны. 10 сағат 20 минут, 9-дан 19-ға дейін дұрыс қой. 9-дан 19-ға дейін 10 сағат уақыт кетеді. 10 сағат 20 минут уақыт кетеді. Тағы 2 сағат демалған болса 8 сағат 20 минут. Ал енді біз айтайық 8 сағат 20 минут деген
3-тен 1 сағат қой. Онда 3-тен 25 қой. 3-тен 25 бар. Осы айтқысы келген ол не еді? 19 сағат 20 минутта жүзіп жетті десе. Дұрыс емес қой, оны өйтіп айтқан. Ол, по-моему, осылай деп айтты. 10 сағат жолда болды деп айтқысы келген. Ал енді мына жаққа берейік ортақ бөлімді. X минус 3, X плюс 3, алдында 3-тері бар еще бұлардың. Және мынерде X квадрат минус 9. Не шатсымен? 180 X болады. И минус 9, 540 бола ма? 540 қосылған 180 X плюс 540 тең болады 225 болады. 25 квадрат 25 квадрат и минус 225 болады. И дальше мына екеуі кетейін деп тұр ма? Бұл кетпейді екен, мына екеуі кетеді екен. Бұл кетпейді, бұл екеуі қалады екен. Сонда 25 квадрат минус 360 минус 225 тең 0 болып қалады ма? Телефон майна. Бөлгейікші, өске бөлінеді деймін. Опа, телефон өш қапты алайын. Так. Ладно, негізі осылай шығатын еді. 360 25-ке бөлсек. Өзі қолмен. Телефон өш қапты. 360 бөлу 25, бірден береміз, 25, 110, так. Нақты бөлінбей қалады екен, е? Қалтқын болып қалады екен. 5-ке бөлсекші, 5-ке бөлсек болады ғой. 5-ке бөле аламыз. 5-ке бөле салайық бәрін. В общем, осылай шығады ары қарай дальше. Тура осыға жоба. Енді 5-ке бөлсек 5x квадрат минус 70 емес 60 72 ма? 70 болса 5-ке бөлсек 70 болады. 72x минус 5-ке бөлсек 45 ба? Стең 5-ке табу керек. Үш жерден сосын ағай дальше шығады. 5-ке табамыз. И орнына қоямыз. Потом нерде ең соны ескереміз. Мына Т ағыспенді табу керек қой бізге. Т ағыспен мынаны орнына қоямыз да. Сонда 60 бөлінген қанша нерде? X плюс 3 тең Т ағыспен шығады да. Бірақ біз X-ің орнын қазір табамыз, жерде X шығады да. X-ің оң мәнін қалаулап орнына қоямыз. Сөзі Т ағыспен шығады. Т ағыспен жауабын давайте жауапқа жазып көрейік. Қанша шығады екен. Мен қазір телефон зарядка сөйледі да. Сонымен есептейін десем қиналып отырмын үлкен сандарға. Жақсы алыңыздар. Осыны жазып, ответін комментарийға жазыңыздар.